Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Айкерім. Бүгін сіздерге қазіргі уақытта тренд болып жатқан жүрекше пирогын рецептімен бөлісетін боламын. Өте нәзік, жұмсақ, дәмді болып шығады. Жасалу жолы өте оңай, әрі қолжетімді үй жағдайындағы пирогымыз. Егер рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне қантымызды салып, миксермен шайқаймыз. Аппақ көбік болып көтерілгенше шайқау қажет. Енді сұйық майымызды қосамыз. Сүтімізді қосамыз. Миксермен тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді құрғақ қоспаларымызды, ұн, қопсытқыш және ванилинді салып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқалы массамызға 2-3 бөлікке бөліп, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Барлық ұнымызды бірден салуға болмайды. 2-3 бөлікке бөліп, миксердің төмен жылдамдығында араластырып аламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырдан 3-4 ас қасық кондитер қапшығына бөліп құйып аламыз. Енді қалған бөлігіне какао ұнтағын салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Мінекей қамыр осылай болып шығу керек, ешқандай түйіршіктер болмау қажет. Енді осы қамырды 28 диаметрлі формамызға салып құйып аламыз. Қамырымызды біркелкетіп орналастырып, енді пирогымыздың бетіне осылай узор жасап шығамыз. Бірінші осылай дөңгелекше етіп құйып шығамыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді шпажканың көмегімен осылай узор жасап шығамыз. Ол өте оңай, еш қиындығы жоқ. Бізде жүрекшелер пайда болды. Өте жылдам
дайын болады және қарапайым. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Бұл пирогтың ерекшелігі өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Біздің пирогымыз дайын болды. Егер рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді ортасын кесіп көрейік. Пирог өте жұмсақ әрі воздушный болып шығады. Мінекей. Дәмі өте дәмді, тіл үйіреді. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.